Итальян тілін үйреніп бастап жатқандарға сәлем. Менің атым Марина Мамакова, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда итальян тіліндегі әріптер және әріптер комбинацияларының оқылу тәртібін үйренетін боламыз. Жалпы итальян алфавит әріптері қалай жазылады, солай оқылады. Мысалы, Италия. И, Ти, А, Л, И, А. Italia. Italia. Treno. T, R, E, N, O. Treno. Pois. Artista. A, R, T, I, S, T, A. Artista. Artist. G әріптерінің оқу ережелері бірдей. Егерде чи әрібі и әріптерінің алдында тұрса, онда ч деп оқылады. Мысалы, чена – кешкі ас, чинема – кинотеатр, често – кәрзинкі, чифра – цифр сан, паче – бейбітшілік, фачеле – оңай, чентро – орта. Қалған жағдайларда к деп оқылады. Мысалы, карта – қағаз, colore – түс, cucina – ас үй, amico – дос, domenica – жексенбі, capello – шаш. Егерде G әрібі и әріптердің алдында тұрса, онда Ж деп оқылады. Мысалы, gelato – балмұздақ, gigante – дәу, gente – халық, giraffa – жираф, Genoa – Генуя қаласы, gesto – қимыл. Қалған жағдайларда г деп оқылады. Мысалы, галина – тауық, golfo – гольф, guida – гид, гамба – аяқ, agosto – тамыз айы, regola – ереже. Ак әрібі оқылмайды, ол тек жазылуда қолданылады. Мысалы, отель. Алдындағы ак әрібі оқылмайды. Отель. Қонақ үй. Ак әрібі одағайларда да қолданылады. Мысалы, о, ура! С әрібі екі дыбыс береді. З және с. Егерде бұл әріп екі дауысты дыбыстардың ортасында немесе ұян дауыссыз дыбыстың алдында тұрса, онда з деп оқылады. Мысалы, casa – үй, rosa – раушан гүл, naso – мұрын, sbagliato – дұрыс емес, slitta – шана, svago – сауық. Қалған жағдайларда с деп оқылады. Мысалы, strada – жол, sfera – сала, sole – күн, orso – аю, rosso – қызыл, studente – студент. Z әрібі екі дыбыс береді. Дз және ц. Дз деп көбінесе сөздің басында, ортасында, немесе эдзары суффикспен аяқталған кезде айтылады. Мысалы, zero – 0, zanzara – маса, ozone – озон, pranzo – түскі ас, realizzare – жеті түсіну. Ц деп егерде ия, ие, ио, анца, энца, эца, ционе суффикстармен аяқталған кезде және сөздің ортасында тұрса. Мысалы, полиция – полиция, грация – рахмет, спацио – кеңістік, пицца – пицца, дистанца – аралық, эмердженца – төтенше жағдай, беллеца – әсемдік, традиционе – дәстүр. Әріптер комбинациялары. Чи, ака, и алдында к деп оқылады. Мысалы, ке, не, ки, кім, кило, кило, перке, неге. Джи, ака, и алдында г деп оқылады. Мысалы, лагетто, тоған, гепардо, барс, спагетти, спагетти, гирланда, гирланда.
G, N, N деп оқылады. Алдындағы G әрібі оқылмайды. Мысалы, oni, әрбір, banyo, шомылу бөлмесі, ньокко, ньокко, lavagna, тақта. G, L, I, li деп оқылады. Алдындағы G әрібі оқылмайды. Мысалы, alio, sarımsak, figlio, қызым, famiglia, жанұя, meraviglioso, тамаша. S, Ч, I алдында Ш деп оқылады. Мысалы, scena, сахна, sciarpa, шарф, sciopero, ереуіл. Pesce, балық, uscita, шығу, prosciutto, Қалған жағдайларда СК деп оқылады. Мысалы, scuola, мектеп, scala, баспалдақ, sconto, жеңілдік, pesca, шабдалы, tedesco, неміс, scrivo, жазып отырмын. S, Ч, H, I алдында СК деп оқылады. Мысалы, schema, жоба, schiena, арқа, schermo, экран, schiuma, көбік, scheletro, қанқа, schiavo, құл. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Егер де сізге бұл видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыз және менің каналыма тіркеліңіз. Баршаңызға рахмет. Чао, чао.